Саламатсыздар балалар, бүгін математика сабағынан 2-ші сынып 74-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Кез келген жерде екі бірдей санды сандардың орны ауысқан кезде көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бірінші тапсырма. Суреттерге қара. Балалар алаңында неше текше бар? Өрмелеу қабырғасына неше шаршы сызылған? Неше текше бар? Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ұзындығынан 6 көбейту 1, 2, 3, 4. 4. Alt жердегі 4-ім 24. 24 текше бар. Келесі тапсырма. Кестеде неше баған және неше жол бар? Барлығы неше ұяшық бар? Енді біз 1, 2, 3, 4, 5. 5-ті көбейтеміз 3-ке. 1, 2, 3. 3-ке. Бізде барлығы 15 ұяшық бар. Бұлайынан санасақ та, төбесінен санасақ та, бізде санның орны өзгергенмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. 15 ұяшық. Келесі қорапқа текшелер салынды. Неше қатар болды, неше баған? Барлығы неше текше болды? 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатардан 4 баған шықты. Бұл жерде де 5-ті 4-ке көбейтсек, барлығы 20 текше. Көбейтіндінің сандарының орны ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Келесі тапсырма. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Сіздерге айтып өттім, енді үлгі бойынша орында. 20-ны 2-ге көбейтеміз 40, 2-ні 20-ға көбейтеміз 40. Көбейтіндінің мәні өзгерген жоқ. 6-ны 3-ке көбейтеміз 18, 3-ті 6-ға көбейтеміз 18. Көбейтіндінің мәні өзгерген жоқ. 35-ті 2-ге көбейтеміз 70, 2-ні 35-ке көбейтеміз 70. 42-ні 2-ге көбейтеміз 42-ні 2-ге көбейтеміз 84. 2-ні 42-ге көбейтеміз 84. 9-2-ге көбейтеміз 18. 2-ні 9-ға көбейтеміз 18. Сандардың орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгерген жоқ. Келесі тапсырма. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастыр. Берілгенге кері есептер құрастыр. Енді сіздерге дайын есеп көрсетілген. Осының мәнін айта кетейін. 4-ші тапсырмада. Бірінші шаңғышы 27 метр, екінші шаңғышы 19 метр. Үшінші шаңғышы бірінші шаңғышыдан 3 метр артық сырғанады. Демек, 27-ге 3-ті қосамыз. 27 қосу 3 тең болады 30. Бізде үшінші шаңғышы 30 метр жүрген екен. Келесі, үлкендер велосипеді 25, жасөспірімдер велосипеді 37, балалар велосипеді 30. Барлығын қосамыз. 25 қосу 37, қосу 30 тең болады. Барлығы 92 велосипед. Келесі тапсырма. Есептемей салыстыр. Есептемей салыстыр. Бұл жерде көбейтіндінің орны ауысып тұр, бірақ көбейтіндінің мәні өзгермейді. 8-ге 3-ті көбейтеміз 24 және 24. Екеуі тең болады. 10-ға 17-ні көбейтеміз 170, 15-ге 10-ды көбейтеміз 150. 170 көп болады. 31-ге 16-ны көбейтеміз 496, 16-ға 31-ді көбейтеміз 496. Екеуі тең болады. 7-ге 2-ні көбейтеміз 14, 5-ге 2-ні көбейтеміз 10, 14 көп болады. 6-ны 3 рет қосамыз 18, 9-ға 9 қосамыз 18. Екеуі тең болады. 6-ны 3 рет қосамыз 18, 3 жердегі 6-ым 18. Екеуі тең болады. 9 жердегі 4-ім 36, 4 жердегі 7-ім 28. Әрине 36 көп болады. 2-ні 4 рет қосамыз 8, 4-ке 4-ті қосамыз 8. Екеуі тең болады. 41-ге 15-ті көбейтеміз 615, 15-ге 41-ті көбейтеміз 615. Екеуі тең болады.
6-ға 4-ті көбейтеміз 24, 4-ке 8-ті көбейтеміз 32. Келесі тиімді тәсілмен есепте. 23-ке 7-ні қосамыз 30, 30-ға 18 қосамыз 48. 65-тен 5 алып тастаймыз 60, оған қосамыз 10-ды 70. 68-ге 12-ні қосамыз 80, оған 9 қосамыз 89. 89. 50-ден 6-ны алып тастаймыз 50 және одан 20-ны аламыз, тең болады 30. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.